Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін бізде қазақ тілі пәні 3-ші сынып 74-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы негізгі және туынды зат есім. Ендеше сабағымызды бастайық. 31-ші тапсырма мәтінді оқы. Киіз үй мен ағаш үй. Ертеде екі адам дос болыпты. Біреуі орыс мұжығы, екіншісі қазақ екен. Екеуі қазақтарға киіз үй, орыстарға ағаш үй жасап көп табыс тауып жүреді. Күндердің күнінде екеуі ұрысып қалыпты. Біреуі киіз үйді, біреуі ағаш үйді мақтаумен бір шешімге келе алмай Әділқазыға жүгініпті. Әділқазы екеуіңдікі де дұрыс. Киіз үй көшіп-қонып жүруге қолайлы, ал қыста жұмыссыз адамына тынығу үшін түнге қарай жылы ағаш үй керек. Сол үшін қазақ сен бір киіз үй, ал орыс сен бір ағаш үй жасап ал. Бірақ екеуің де үйді бірігіп салғандарың жөн. Сонда қыс түскенде ағаш үйде, жаз шыққанда киіз үйде бірге тұра бересіңдер депті. Әділқазының төрелігіне екеуі де риза болып рахметтерін айтыпты. Бұл мәтінді Ыбырай Алтынсариннен алған екен. Осы мәтін бойынша сұрақтар бар екен. Мәтін не туралы? Мәтін киіз үй мен ағаш үй жайында. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойып жауап беріңдер. Әділқазы қандай төрелік айтты? Екі дос не себепті ренжісіп қалды? Осы сұрақтарға жауап береміз, балалар. Киіз үй мен ағаш үйдің ортақ белгілері мен өзгешеліктерін ата. Ортақ белгілері екеуі де жайлы үй, өзгешеліктері киіз үйдің сыртын матамен қаптайды, ал ағаш үй мықты бөренеден салынады. Киіз үй жазда көшіп-қонуға ыңғайлы келеді, ал ағаш үй қыста өте жылы болады. Киіз үй дөңгелек болады, ал ағаш үй төрт бұрыш болып салынады. Қарамен жазылған сөздерді туынды зат есімдер жаса. Дос достық, табыс табыскер. 32-ші тапсырма өлеңді көркем жаз. Менің атам жайлауға малын айдап шығыпты. Көк шалғында қойнауға киіз үйін тігіпті. Қарақ пішіп шықтым біртіндеп, бар жиһазы жарасқан. Туырлығын дүргенде көрінеді көк аспан. Бұл өлеңнің авторы Қастек Баянбай. Балалар, бұл өлең туралы өлеңде не туралы айтылған? Жайлауда тігілген киіз үй жайлы. Киіз үйдің қандай жабдықтарын білесің? Түндік, уық, киіз, шалма, басарқан, кереге, шаңырақ, үзік-бау, есік, босаға, белбеу. Осылар киіз үйдің жабдықтары болып табылады, балалар. Енді үшіншісі зат есімді сөз құрамына талда. Енді зат есімді талдайық. Атам ата негізгі зат есім, ма тәуелдік жалғау. Малын мал негізгі зат есім, тәуелдік жалғау, ны табыс септік жалғауы. Киіз үй негізгі зат есім, тәуелдік жалғау, ны табыс септік жалғауы. Жиһаз негізгі зат есім, тәуелдік жалғау. Туырлық негізгі зат есім, тәуелдік зат есім, ны табыс септік жалғауы. Аспан негізгі зат есім болып табылады. 33-ші тапсырма мәтінді оқы. Оразда кітап мол екен. Шкафтың жоғарғы үш сөресі толып тұр. Әдемі тізіліп жиналған. Шкафтың төменгі сөрелері де бос емес. Онда мал мен құстың, аңның, адамның неше алуан мүсіндері тізіліп тұр. Тауық, өгіз, керіктің мүсіндері өздерінен еш аумайды. Бұларды ораздың өзі жасаған еді. Бұл мәтін бойынша сұрақ: қарамен жазылған сөздердің түбірін тап. Оларға түрлі жұрнақтар қосу арқылы туынды зат есім жаса. Мысалы, кітап кітапхана, мал малшы, құстың құсбегі, аңның аңшы, мүсіндері мүсінші. 34-ші тапсырма шығармашылық үзіліс. Төмендегі сызбаға сүйеніп жасырынған сөздерді жұмбақты тауып оқы, шешуін тап. Жасырынған сөздерде мысалы қабырғасы тор көз, төбесінде сұр көз. Бұл жұмбақтың жауабы киіз үй. Енді киіз үй қазақ халқының қысқа да жазға да арнап ойластырылған ыңғайлы үйі болып табылады. Осымен сабақ бітті, балалар.